Hello everyone, today we're gonna go learn about conditionals in English, actually conditional sentence. So, бүгін біз ағылшын тіліндегі conditionalстарды өтетін боламыз. Яғни бүгін біз conditionals деген не, және олардың қандай түрлері бар, және сонымен қатар мысалдармен кішкене практика жасап өтетін боламыз. So, let's start. So, the first one, what are conditionals? Conditionals are sentences used to talk about possible or imaginary situations and their results. Яғни conditionals деп отырғанымыз мүмкін болатын заттарды айтқан кезде және ойдан шығарылған нәрселерді айтқан кезде қолданылатын сөйлемдер және олардың нәтижелерімен бірге қолданылады. Структурасына тоқталып өтетін болсақ, if plus condition and we get a result. Яғни бізде бірінші if деген сөзді қолданамыз, одан кейін бізде condition келеді, және одан кейін бізде осы екеуінің қосындысынан результат шығатын болады. For example, if it rains, we stay at home. So let's continue. And types of conditionals. There are four main types of conditionals. The first is zero conditional. The second is first conditional, second conditional, and a third conditional. Each type describes different situations. So, яғни бізде conditionals'ın 4 түрі бар. Олар бізде zero conditional, first conditional, second conditional, and a third conditional. Бізде бұл 4 түрі де өзіндік әртүрлі ситуацияда қолданылатын болады. So, zero conditional used for general facts and the scientific truths. Бізде zero conditional, яғни барлығына белгілі факттарда, немесе ғылыми дәлелденген факттарда, шындықтарда қолданылады. Структурасы оны бізде if plus present simple, және екінші результатты result clause'да бізде тоже present simple, яғни if plus present simple. For example, if it rains, the grass grows. If you add water, it boils. If you mix blue and yellow, you get green. Яғни бізде if you mix дегендегі mix бізде present simple, яғни келесі түрден кейін бізде you get дегенде get тоже present simple. Яғни бізде бұл барлығына белгілі шындық және факттар. Яғни сен көк пен сарыны араластырған кезде сен жасыл түсті аласың деген секілді барлығы білетін нәрсені айтатын кезде осы zero conditional'ды қолданамыз. And the second one, first conditional, used for real and possible situations in the future. Яғни бұл дегеніміз бізде болашақта болатын шынайы немесе мүмкін жаттарға ситуацияларда қолданамыз. Структурасы бізде if plus present simple plus will plus verb. Яғни жаңа бізде present simple болса, бұл жолы бізде бірінші condition жағына present simple'ды қолдансақ, результат жағына will plus verb'ді қолданамыз. For example, if I study hard, I will pass the exam. If it rains, we will stay at home. If she calls me, I will help her. Яғни, егер мен қаттырақ оқысам, мен экзаменді тапсырамын. Яғни, бұл мүмкін нәрсе, сен қаттырақ оқысаң, экзамен тапсырасың. Немесе, егер жаңбыр жауса, біз үйде қаламыз. Егер жаңбыр жауса, үйде қаламыз. Яғни бұл жаңағыдай ситуацияға байланысты болады. Яғни мүмкін шынайы болатын ситуацияларда. The third one is second conditional, used for unreal or imaginary situations in the present or future. Structure is if plus past simple, would plus verb. Яғни бізде second conditional'ды
мүмкін емес, шындыққа жатпайтын немесе ойдан шығарылған ситуациялар осы шақтағы немесе келер шақтағы ситуацияларда қолданамыз. For example, if she knows the answer, she would tell us. If I were rich, I would travel the world. If I had a car, I would drive to work. Яғни бұл жерде біз мысалы, егер ол жауабын білгенде, ол бізге айтатын еді. Егер мен бай болсам, мен әлемді аралайтын едім. Яғни бұл мүмкін емес қой, мен қазір бай болып кетсем деген секілді. Тура қазір ол нәрсе мүмкін емес. Сол үшін біз сол кезде second conditional қолданамыз. Жаңағы айтқандай, егер ол жауаптарын білетін болса, ол бізге айтатын еді. Ол жауабын білген жоқ қой по факту, да? Ол бізге айта алған жоқ. Бұл яғни шынайылыққа жатпайды, мүмкін емес нәрселер шындыққа жатпайтын. Яғни жаңағы if I had a car, I would drive to work. Мен машина болса, мен жұмысқа айдап баратын едім дейді да. Яғни бұл жерде де сәл шындыққа жанаспайды. Оның машинасы жоқ қой. Біз бұны сол үшін second conditionalға жатқызамыз. Как-то андай сен олай ішіңнен ойлап, қиялданатын кездерде қолданатын нәрсе. Осылай жатып, мен машина болғанда істетін ем, мен бай болып кетсемде істетін ем, мен қазір Францияда істетін ем, осындай болғанда деп. Және структурасы жаңағы past simple, was plus verb. Және тағы да айтып кететін жайт, if I were деп бізде қолданылады. Яғни жаңағыдай I was болмайды ма деген сияқты нәрсе бұл жерде жүрмейді. Яғни if I were деп көбінде қолданылады, if I was деген орнына. Бірақ if I was дегенде дұрыс, if I were дегенде дұрыс. So the last one is third conditional, used for unreal situations in the past. Яғни өткен шақта болып қойған, мүмкін емес нәрселерге. Мысалы, яғни адамның ішкі өкінішінде қолданылатын нәрсе. Структурасы бізде if plus past perfect, would have plus verb 3. So, for example, if I had studied harder, I would have passed the exam. If she had left earlier, she would have caught the bus. If they had known, they would have helped. Яғни бұл жерде адамның ішкі өкініші уже болмайтын, яғни өткен шақта болып қойды ғой ол нәрсе, енді қайтып келмейді. Өткен шақта болмаған, уже қазір қайтып болмайтын ситуацияларда қолданамыз. Мен қаттырақ оқысам, мен экзамен тапсырар едім деген секілді адамның ішкі өкінішіне қолданады. Немесе мен ертегі шыққанда, мен автобус, ол ертегі шыққанда, ол автобусқа келетін еді деген секілді. Сондай нюанстар бар. Осы бізде кішкене осылай кестесі бар. Осыны өздеріңізге сақтап алып, кез келген уақытта ашып қолдануға болады. Осылай түсінікті деп ойлаймын. Формуласы жаңағы if plus present present, if plus present will, if plus past would, және if plus past perfect would have. Және exampleдармен бірге if water freezes, it becomes ice. So, бізде тағы да маңызды айтатын нюанстар бар. The first one, if can be at the beginning or middle of the sentence. For example, if it rains, we will stay home. We will stay home if it rains. Яғни бізде if бізде сөйлемнің ортасында да және басында да қолданылады. Мысалы, біз if it rains, we will stay at home деп те айта аламыз. Және we will stay home if it rains деп те айта аламыз. Бұл екі сөйлемде бізде дұрыс болып келеді. Яғни егер жаңбыр жауса, біз үйде қаламыз. Біз үйде қаламыз, егер жаңбыр жауса деген секілді осылай біз ортасында да, соңында да қолданамыз. Бірақ главный біз if-тан кейін не қандай формула бойынша, структура бойынша не қолданылатынымызды ұмытып қалмамыз керек.
яғни бізде жаңа тағы айтатыным, егер бізде if басында келетін болса, біз үтір қолданамыз. Яғни мына жерде if it rains дегеннен кейін бізде үтір тұр ғой, ал мұнда үтір жоқ. Біз себебі басында келген кезде үтірді қолдануымыз керек. Бұл сондай ереже. So let's practice complete this sentence. So first is if it rains, we stay at home. If I were rich, I travel the world. If she studies hard, she pass the exam. And the last one, if they had left earlier, they caught the bus. Осылардың өздеріңіз орындап, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және біз қазір тексеретін боламыз. And there are answers. The first is will, the second is would, the third is will, the fourth is would have. Яғни if it rains, we will stay at home. Бұл бізде қандай conditional? Бұл бізде first conditional. Және екінші бізде if I were rich, I would travel the world. Бұл бізде second conditional. Яғни жаңағы мен бай болсам, мен әлемде саяхаттайтын едім деп айтып жатыр да, қиялданып. Және келесі бізде if she studies hard, she will pass the exam. Бұл бізде first conditional. And the last one, if they had left earlier, they would have caught the bus. Бұл бізде third conditional. Бізде қалай табуға болады, егер сіз сөйлемнің мағынасын түсінбей тұрсаңыз. Сіз мынау if-тен кейін тұрған бөлімдегі оның қандай шақта тұрғанына қарай екінші бөлімін тауып алуыңызға болады. Например, мына жерде if it rains дегеннен кейін бұл жерде енді zero мен first-те шатастырып жататындар болады. Яғни сіз уже бұл кезде сөйлемнің мағынасына қарау керек боласыз. If it rains, we will stay at home деген секілді солай қарайсыздар. Ал уже мына жақта мысалы past simple тұр ғой мына жерде, біз уже would дегенді қолданамыз структура бойынша. Бұл second conditional. Тура солай мұнда да had left деп бізде past perfect қолданылып тұр. Жаңа біз айтқандай past perfecттен кейін бізде would have келеді. Would және have. Have-ті ұмытпаймыз, потому что have-ті ұмытып шатастырып жататындар көп. So, in conclusion, conditionals help us talk about facts, real, future situations, and the imaginary situations, past regrets. So they are very common in everyday English. Яғни бізде conditionalстар факттарды айтқанда, немесе мүмкін болатын болашақтағы ситуацияларды айтқанда, немесе өкінішімізді айтқанда, өткен шаққа өкінішімізді, немесе ойдан қарастырылған ситуацияларды айтқан кезде көмектеседі. Және бұлар ағылшын тілінде өте кеңінен күнделікті қолданылатын грамматика. So, bye bye, goodbye.